жетінші сынып алгебра 4-ші тоқсан тжб бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Так, бірінші тапсырма бөлшекті қысқартыңдар дейді. Яғни 14 және 49. Ең бірінші коэффициенттерді қысқартып аламыз. 14 пен 49 бізде 7-ге қысқарады. 14-ті 7-ге бөлемін 2, 49 7-ге бөлемін 7 қалады. Яғни 7-ден 2 шығады. Ары қарай x-тің 3 дәрежесі мен x-тің 4 дәрежесін 3 дәрежесін азайтамын. Сонда менде 1x қалады. Ары қарай y пен y-дің 2 дәрежесінің 1 дәрежесін қысқартамын, 1y қалады. Осымен осылай қысқартамыз. Ары қарай номер 2-ші тапсырма бөлшек түріне келтіріңдер дейді. Жақсы, бізде есеп оңай беріліп тұр. Яғни бөлшектің бөліміне бірдей санға келіп тұр. Бірақ жаза саламын. Алымы азайтылған y, азайтылған x. Мен азайтуды мына жерден қарап жаздым. Ары қарай мынау плюс x, мынау минус x екеуі қысқарып кетеді. Мұнда минус y бөлінген 7 қалады. Ары қарай номер 3-ші тапсырма амалды орындаңдар дейді. Бізде бөлу болып тұр, бөлуді көбейтуге айналдыру керекпіз. Яғни 3а азайтылған 9, а қосылған 2 көбейтілген алымы бөліміне түседі. А квадрат азайтылған 9 бөлімі алымына қарай барады. А квадрат азайтылған 4 тең болады. Әрі қарай мына жерде бізде ортақ қандай сан болып тұр? 3 бізде ортақ болып тұр, азайтылған 3 болады. А квадрат азайтылған 4-тің 4 так, ой, кешіріңдер. А қосылған 2 болады, мына жерде бізде. А қосылған 2. Так, ары қарай көбейтілген мына жерде а квадрат деп тұр. А квадрат азайтылған 4 бізде 2-нің квадраты деген сөз. Мұнда а квадрат, ал 9 дегеніміз 3-нің квадраты деген сөз. Тең болады. Тең болады. Бөлшек сызығынсыз айын. Мынаны өзін жазып қоямын. 3 а азайтылған 3 а қосылған 2 көбейтілген қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамын. А азайтылған 2 а қосылған 2 болады. Әрі қарай а азайтылған 3 а қосылған 3 болып ашылады. Тең болады. Қысқартамын. А азайтылған 3 пен а азайтылған 3 а қосылған 2 пен а қосылған 2 қысқарып кетеді. Сонда не қалды? Теріп жазамын. Бірінші бөлшекте 3 көбейтілген а азайтылған 2 қалды. Бөлімінде менде а қосылған 3 қалды. Тең болады. Көбейтемін 3-ті аға, 3а азайтылған 3-ті көбейтемін 2-ге, 6 болады, а қосылған 3. Осылай менде қалады деген сөз. Ары қарай номер 4-ші тапсырма. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Так, қарайық, бізде 25 дегеніміз бізде 5-тің квадраты деген сөз. Так, жарайды, өзін жазайын. А азайтылған 5, 2а азайтылған а қосылған 5 қосылған 5-тің квадраты азайтылған а-ның квадраты. 2а-ның 2 дәрежесі. Тең болады. Енді қараңдар, мұнда а азайтылған. Мына жерде бізде а азайтылған 5, а қосылған 5 болып тұр. Мына жерде бізде керісінше болып тұр. Ендеше біз минус таңбасын қоямыз. Тең болады. Бірінші бөлшектердің өзін жазып қоямын. 2а, а азайтылған 5, азайтылған 5, а қосылған 5, және минус алдыға шығады бізде 2а-ның 2 дәрежесі, және а квадрат азайтылған 5-тің квадраты. Тең болады. Мына бөлшектің өзін жазып қоямын. Тағы да ештеңе істемеймін. 5, 2а, 5, а қосылған 5, азайтылған ашамыз, азайтылған 5, қосылған 5, а қосылған 5. Так, 2а-ның 2 дәрежесі. Ортақ бөлімізде а азайтылған 5, а қосылған 5 болады. Мұнда не жетпейді? А азайтылған 5 жетпейді, көбейтемін. Мұнда а қосылған 5 жетпейді, көбейтемін. Сонда тең болады. Ортақ бөлімізде а азайтылған 5 және а қосылған 5 болды. Ары қарай алымын жазамыз. 2а, а қосылған 5, азайтылған 5, а азайтылған 5-ті көбейттім. Азайтылған 2а-ның 2 дәрежесі. Тең болады. Тең болады. Жалғастырамын. А азайтылған 5, а қосылған 5. 2а-ны көбейтемін аға, 2а-ның 2 дәрежесі, 2а-ны көбейтемін 5-ке 10а. Так, азайту 5, 5-ті көбейтемін аға 5а болады. И минус а-ны көбейтемін минус 5-ке 2, минус плюс 25 болады. Так, ары қарай азайтылған 2а-ның 2 дәрежесі. Тең болады. А азайтылған 5, а қосылған 5. Так, мына жерде 2а-ның 2 дәрежесі, мұнда минус 2а-ның 2-і бізде қысқарып кетеді. Ары қарай келесі 10а азайтылған 5а бізде неше болады? 10-нан азайтылған 5-ті 5а-ның өзі қалады. Қосылған 25. Тең болады. Тең болады. Екеуіне не ортақ болып тұр? Неше деген сан? 5 ортақ болып тұр. 5-ті жақшының сыртына шығарамын. 5 шық кетті, а қалды. Қосылған 25-тің 5-ін шығар жерден 5 қалды. Мұнда а азайтылған 5, а қосылған 5. А қосылған 5 пен а қосылған 5 қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады 5, а азайтылған 5 қалады. Ары қарай номер 5-ші тапсырма. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бұл жерде формуланы жазып алайық. Бізде формула а куб қосылған б куб деген формула бойынша шығарамыз. А қосылған б, екі жақ жағы келеді, бірі кіші, бірі үлкен. А квадрат азайтылған а б қосылған б квадрат. Енді қарайықшы, қарасақ бірден түсінуге болады негізінде. А
аның орнында аның өзі тұр екен, иә. Куб қосылған б-ның орнында бізде не тұр деген сөз? Бірдің кубы деген сөз тең болады. А қосылған б, а қосылған 1 және а квадрат. А-ның квадраты азайтылған а көбейту б, а көбейтілген 1 қосылған 1-дің квадраты деген сөз, иә. Мінекей. Барлығы өзі дайын тұр. Енді бізде ортақ бөлімге келтіруге жетпейтіндерін көбейтеміз. Мұнда ештеңе барлығы жетіп тұр, 1-ге ғана көбейте саласың. Мұнда не жетпейді бізде? Мынаусы бар, бізге мынау жетпейді деген сөз. А қосылған 1 жетпейді. А мында керісінше мынау жетпейді бізде. А квадрат азайтылған а қосылған 1 жетпейді деген сөз, иә. Енді тең болады деп мына жерге жалғастырайын, иә. Мына бізде формула. Так, ортақ бөлімді таптық қой, иә. Бірден жаза салайын. А қосылған 1 және а квадрат азайтылған а қосылған 1, иә, бізде. Так, мына жерде ештеңе көбейткен жоқпыз. 4а квадрат қосылған 8. 1-ді көбейттік, бірақ 1-ге көбейтсем сол сан өзі шығады. Азайтылған 4, а қосылған 1-ді көбейттік. Азайтылған 1, а квадрат азайтылған а қосылған 1 тең болады. Бөлшек сызығын сайын а қосылған 1, а квадрат азайтылған а қосылған 1. Так, мына жерде өзін жазып қоямын. 4а-ның 2 дәрежесі қосылған 8, көбейтемін 4 минус 4а, көбейтемін минус 4-дің өзі шығады. Ары қарай минус 1-ді көбейтемін а квадратқа минус а квадрат, минус 1-ді көбейтемін минус аға, 2 минус плюс болып кетеді а, и 1-ге көбейтеміз минус 1 болады. Тең болады. Квадраттарға қараймыз. 4а квадрат минус а квадрат. Ол бізде шығады 3а квадрат. Ары қарай аларға қарайық. Минус 4а и плюс 1а. Минус 3а болады деген сөз. Ары қарай 8 азайтамын 4 болады. Азайтамын 1-ді 3 болады. Плюс 3 шығады. Так, а қосылған 1, а квадрат азайтылған а қосылған 1 тең болады. Мына жерде үшеуіне де ортақ 3 деген сан бар. Жақшаның сыртына шығарамын. А квадрат азайтылған а қосылған 1 қалады. А қосылған 1, а квадрат азайтылған а қосылған 1. 12 қысқарып кетеді, тең болады. Бізде қалады 3а қосылған 1. Бізде а тең болады минус 0,4, яғни қоямын 3 минус 0,4 қосылған 1. Сонда бізде шығады 0,6 шығады. Мұнда 3-ті 0,6-ға бөлсек, бізде жауап 5 шығады екен. Мінекей осылай шығарамыз. Балалар, тапсырма түсінікті болса, лайк басамыз. Егер сұрақтарың болса, комментарийға жаза кетіңдер. Мен сендерді күтемін. Сендермен болған Мөлдір апай. Алдағы уақытта қандай тақырыптарды талдайық.